Сәлем достар, бүгін сіздерге өте нәзік, дәмді, пыпы қаймақты пирогтың рецептісін ұсынамын. Ең бастысы, тез дайындалады және калориясы аз. Ыдысқа сулы жармасын, күріш ұнын, қопсытқыш, қант алмастырғыш қосып, қасықпен араластырамыз. Үстіне зәйтүн майын құйып, тағы араластырамыз. Басқа ыдыста 15 немесе 20% қаймаққа 2 жұмыртқа, 3 грамм қант алмастырғыш салып, венчикпен араластырамыз. Менде диаметрдің формасы 16 см. Үстіне пергамент қағазын салып, жабыспас үшін сары маймен майлаймыз. Енді пирог жинаймыз. Бірінші құрғақ ұнтағымыздың жартысын саламыз. Үстіне кремнің жартысын құямыз. Қалған құрғақ ұнтағымызды саламыз. Үстіне қалған кремнің жартысын құямыз. Әдемілеп тегістейміз. Енді 50 грамм бадамды, орысша айтқанда миндальды блендерде ұсақтап аламыз. Немесе пышақпен майдалап тұрасаңыздар болады. Жаңағы пирогтың үстіне әдемілеп миндальды себеміз. Алдын ала қыздырылған пеште 170 градуста 35 минут пісіреміз. Біздің пыпы қаймақты пирог пісті. Бұл пирогта ешқандай ұн, қант, май жоқ. Пыпы ұстап жүрген жандарға, арықтап жүргендерге жасауға кеңес беремін. Өте дәмді шықты. Таңғы асқа, перекусқа да жасауға болады. Өте тойымды, пайдалы. Достар, менің пыпы рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.